Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өзімнің бешбармақтың қамырын үйлеу, жаю әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамыр үйлеу үшін бізге осындай еттің сорпасы қажет болады. Мен алдын ала сүзіп, осылай дайындап алдым жылы күйінде. Енді осыған жарты шай қасық тұз қосып араластырамын. Менде сорпасы кішкене ашылау болғандықтан тұзды азырақ қостым. Енді осының үстінен електен өткізілген ұнымды қосып, міне осылай қолымыздың қолын қаттырақ баса отыра қаттылау қамыр илейтін боламыз. Жақсылап басып, осылай қаттылау қамыр илейміз. Егер де қамырларыңыз бірікпей жатса, кішкене су қосып жіберуге болады. Мен описанияға қанша мөлшерде ұн, қанша мөлшерде су кететінін барлығын жазып кететін боламын. Менің қолданатын ұным пионер ұны, жоғары сұрыпты. Егер де сіздер ұныңызға сенімдірек болмасаңыздар, езілмеу үшін жұмыртқа қосып жіберуге де болады. Енді қамырымызды салафан қалташасына салып, иін қандыруға 20 минутқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында 2 рет алып басатын боламыз. Иін жақсылап қандыру үшін 2 рет алып, мен екінші рет басып жатырмын осылай. Сол кезде қамырларыңыздың иі жақсы қанатын болады. Тағы да бір 5 минутқа қалдырғаннан кейін, мен ең соңысында алып, енді қамырымызды жаюға дайындаймыз. Байқасаңыздар, қамырым өте жылтырап, иі жақсы қанып тұрғаны көрініп тұр. Ешқандай ішінде түйіршіктер ештеңе жоқ. Байқасаңыздар, енді осыны қолмен жай шет-шетін баса отыра жаюға дайындап аламыз. Енді оқтауымыздың көмегімен кішкене осылай жайып жіберетін боламыз. Сіздердің қамырларыңыздың жақсы жайылуы ол иленуі мен иінің қануына байланысты. Сондықтан қаттырақ қылып илеп, жақсылап иін қандыруға қойып, 20 минут аралығында иін қандырған кезде 2-3 рет баса беріңіздер, сонда иі жақсы қанатын болады. Енді осылай қамырымызды шет жағын ғана осылай баса отыра, оқтауымызға домалатып, оң жақтан солға қарай айналдыра отырып, міне қамырымызды ұн сеуіп отырып жайып алатын боламыз. Қатты күш түсірмейміз, қатты баспаймыз. Тек қолымызбен демеп отырсақ болғаны өте тез жайылатын болады. Иі жақсы қанған қамырлар тез жайылады негізі. Ал егер сіздер қамырды жұмсақ қылып илеп қоятын болсаңыздар, онда сіздердің күлшелеріңіз, қамырларыңыз сағыз сияқты созылып, шет-шеті қалың, ортасы жұқа болып дұрыс жайылмай қалады. Сондықтан қаттылау қылып илеңіздер. Міне осылай шет-шетін ғана осылай баса отырап, демеп жайып шығатын боламыз. Бір тегіс әдемі болып жайылатын болады. Не қараңыздаршы. Сіздер жаңадан жайып үйреніп жатсаңыздар, онда осы бір күлшені 2-ге бөліп, кішірек күлше қылып жайып үйренгендеріңіз дұрыс өздеріңізге. Енді міне пышақпен осылай кесіп аламын. Қараңыздар, қандай бір тегіс әдемі бірдей болып шықты. Міне осылай барлығын кесіп дайындап аламыз. Міне енді қамырларымызды сорпаға саламыз. Ескерте кететін жайт, бұл жерде сорпамыз қатты қайнап тұрған сорпаға саласыздар нандарыңызды. Сол кезде қамырларыңыз езіліп кетпейтін болады. Міне осылай араластыра отырамыз. Енді бетін жауып, астын осылай қайнағанша қалдырамыз. Қайнағаннан кейін міне
езілмейді. Қараңыздаршы. Жақсылап піскенін тексеріп, сорпаларыңыздың тұзы ашылау болса, үстіне салқын суды құйып, қам астын өшіреміз да қамырымызды сүзіп алатын боламыз. Міне осымен біздің бешбармақтың қамыры дайын, езілмей әдемі болып түсетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбота.